Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгінгі жаратылыстану сабағының тақырыбы табиғат ресурстары. Бүгінгі сабақта сіздер табиғат ресурстарымен танысасыңдар. Табиғат ресурстарын ажыратып үйренесіңдер. Бүгінгі тірек сөз табиғат ресурстары. Бүгінгі сабақта бастамас бұрын ең алдымен оқулықтан бұл суретке назар аударайық. Адам табиғаттан не алады? Адамдардың өмір сүру үшін не қажет? Олар ең қажет заттарды қайдан алады? Суретке қарап жауап бер. Осы суретте сіздер күн көріп тұрсыңдар. Күннен адам не алады? Судан не алады? Жерден не алады? Ең қажетті заттарды бөліп жазыңдар. Яғни бұл жерде адам күннің көзінен жылу алады, жарық алады. Судан біз ішетін су, балық аламыз, балық аулаймыз. Онымен біз өсімдіктерді суарамыз. Жерден біз әртүрлі егін егеміз, немесе пайдалы қазбаларды аламыз. Біздің адам өмір сүруіне ең қажет ауа, жылу және су. Адамдар күнделікті өмірде пайдаланатын заттардың барлығын табиғаттан алады. Сумен шөлін қандырады, ауамен тыныс алады. Жердің астынан да, беткі қабатынан да әртүрлі табиғи байлықтарды өндіреді. Мысалы, тас, көмір, құм, ас тұзын барлығын біз жердің беткі қабатынан аламыз. Өсімдіктер мен жануарлардан азық және тағы да басқа көптеген заттарды аламыз. Яғни табиғаттан біз барлық өмірде қолданып жүрген заттарды аламыз. Қандай заттарды біз табиғат ресурстары деп атаймыз? Мысалы, өсімдіктер, мысалы ағаштан біз оқулықтар, кітаптар шығарамыз, қарындаштар. Мысалы, ол барлығы табиғи ресурстарға жатады. Табиғи ресурстар дегеніміз бұл табиғаттан алынатын және адам өмірінде пайдаланатын заттар. Табиғи ресурстардың көздері. Адамдар күнделікті өмірде қолданатын барлық заттары табиғаттан алады деп біз айттық. Мысалы, жануарлардан біз не аламыз? Ойланып көрейік. Күннен не аламыз? Өсімдіктерден не аламыз? Судан не аламыз? Және жерден біз не аламыз? Бұның барлығы табиғат ресурстарының көздері. Егер біз мысалы өсімдіктер мен жануарлардан тамақтар мен азық түлік аламыз, мысалы күннен жылу аламыз. Бұның барлығы табиғат ресурстарының көздері болып табылады. Келесі тапсырма сіздерге. Кестені толтыр, айналаға көз жүгірт. Қандай заттар бар? Оларды жасау үшін қандай табиғат ресурстарын пайдаланады? Мысалы, кестенің бірінші жолына ресурсты жазамыз. Ағаш. Мысалы, ағаштан не аламыз біз? Қағаз, кітап, жиһаз, қарындаштар, әртүрлі ағаштан жасалған заттарды аламыз. Тағы да екіншіге, мысалы, қандай ресурсты жазуға болады? Одан біз қандай заттарды аламыз? Осы кестені толтырып шық. Сіздерге келесі тапсырма. Бейне сабақтың астында сілтеме арқылы өтіп, қандай табиғат ресурстарынан қандай нәрселерді алатынын белгілейсіздер. Мысалы, допты біз неден аламыз? Мысалы, резинадан алатын болсақ, ол бізде былай жазылып қалады. Егер қате болса, ол қате болып шығады. Мысалы, құмыраны біз шыныдан алатын болсақ, ол екеуі былай белгіленеді. Дұрыс жауаптың барлығы жасыл түспен, қате жауаптар қызыл түспен боялады. Тапсырмалардың барлығын орындап болсақ, онда бүгінгі сабақта сіздер
табиғат ресурстарымен таныстыңдар, оларды ажыратуды үйрендіңдер, табиғат ресурстарының көздерін ажыраттыңдар. Бүгінгі сабаққа өздеріңді бағалап шығыңдар. 5 саусақ әдісі. 5 саусақтарыңды салып, оның ішіне қайсы қызықты, әсерлі, жоспарлы болды, осы жөнінде саусақтарға толтырасыздар. Пікірлеріңізді алақанның ортасына жазып